Біз бұл бейнеде Freedom Broker арқылы шетелдік компаниялардың акциясын қалай сатып аламыз, соны көрсететін боламын. Өте мұқият қарап отырыңыздар. Ең әуелі ескеретін дүние, шетелдік компаниялардың акциясын біз сағат 19:30-дан кейін ғана сатып алуға мүмкіндігіміз туады. Яғни дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 19:30-дан бастап түнгі 2 аралығында ғана, осы уақыт аралығында, осы уақыт шеңберінде ғана біз шетелдік акцияларды сатып ала аламыз. Шетелдік акцияларды сатып алу үшін біз Freedom Brokerге кіреміз. Кіргеннен кейін өзіміздің счетымызда тұрған қаражатқа бірінші назар аударамыз. Счетымызда тұрған қаражат, яғни бос, әлі акция сатып алмаған қаражат, ол мына жерде ақшалай қаражат деп тұрады. Бізде қазір теңгемен 1317 теңге бар. Енді біз шетелдік акцияларды теңгемен сатып ала алмаймыз. Тек қазақстандық компаниялардың акциясын ғана теңгемен сатып ала аламыз. Сол үшін біз әуелі осы теңгені долларға айырбастап алуымыз керек. Яғни долларға өткізіп алуымыз керек. Ол үшін мына жерде арнайы Freedom Brokerде айырбастау деген батырма бар. Осыны басамыз. Басқаннан кейін кішкене күтеміз. Кішкене күткеннен кейін бізге осылай әртүрлі валюталардың комбинациялары ашылады. Соның ішінде біз KZT USD деген тауып аламыз. Сол міне тұр ең астында KZT USD деген. Осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін біздің счетымызда 1317 теңге бар. Осыны біз қазір долларға айырбастаймыз. Ол үшін мына жерге жазсақ болады 1317 деп. Яғни өзіңізге қажетті сумманы ғана айырбастасаңыз болады. Мен осының барлығын айырбастай беремін. Мысалы, сіз тек қана 1000 теңгеңізді айырбастағыңыз келсе, 1000 деп жазасыз. Қалған 300 теңгеңіз сол теңге болып қала береді. Қалғанның барлығы долларға айырбастады. Мен енді оның барлығын айырбастаймын. Барлығын айырбастау үшін осы жерге 1317 деп 89 деп қолмен жазсам болады. Немесе мына жерде ең үлкен сумма деп басып жіберсем де, сол бірден ең үлкен сумма, яғни барлық сумма аударылып кетеді. Мен қазір осының барлығын, яғни 1317 теңгемді долларға айырбастайын деп жатырмын. Сату дегенді басамын. Менде қазір сатуға кетті. Қазір сәл ғана күтеміз. Сәлден кейін мына 1317 теңгеміз біздің толықтай долларға айырбасталып кетеді. Міне қараңыздар, жаңағы жоғалып кетті. Енді тек қана менде доллар қалды. Яғни біздің бос қаражатымыз дәл қазір счетымыздағы 2,45 доллар болып тұр. Енді біз өзімізге керек акцияны алу үшін міндетті түрде долларға айырбастап алуымыз керек. Содан кейін барып акцияны алуға болады. Теңгемен тұрып доллармен ала алмайсыз. Сол үшін бірінші айырбастап аласыз. Одан кейін баға белгіленімі дегенге өтеміз. Одан кейін тикер бойынша іздеу деген жерге өзімізге керек компанияның, шетелдік компанияның тикерін жазамыз. Мысалы, мен қазір сіздерге мысал ретінде Nvidia компаниясының акциясын алып көрсетемін. Өзіме қажетін шертемін. Содан кейін саудалау дегенді басамын. Осы жерге өзіме керек қанша данасы керек осы компанияның акциясын, мен соны осы жерге жазамын. Мысалы, маған бір деп жаздым. Болды, басқа ештеңені қозғамаймыз. Сатып алуға бұйрық шығару дегенді басамын және сатып алу деп бүйтіп жоғары көтеремін. Яғни көтерілген кезде менде бір дана акция қазір белсенді болды. Яғни мен қазір бір дана Nvidia компаниясының акциясын иелендім. Мына жерде міне жаңағы 2 доллардан қалды. Тек осынша ғана қаражат қалды. Енді астыға қарай түсем, яғни міне мына жерде менде акция сатып алынды. Енді осы акция өсті деп ойлайық. Яғни арада 2-3 ай өтті, бұл акция өсті. Енді сату үшін не істейміз? Үстін басамыз, сату деген батырманы басамыз. Осы жерге номерді, тек қанша акциямызды сатқымыз келеді. Бізде тек қана бір ғана данасы болғандықтан, біз тек бір деп жазамыз. Егер бізде 10 данасы болып, соның біреуін сатайын деп жатсақ, ол кезде де бір деп жазамыз. Сатуға бұйрық шығару деп басамыз, сосын жоғары қарай көтеріп жібереміз. Мен қазір сатпаймын, бірақ жоғары қарай көтеріп жіберемін. Сол кезде бұл акция сатылып кететін болады. Яғни қарапайым тілмен айтқан кезде дәл осылай орындайсыздар. Шетелдік компаниялардың акциясын дәл осылай сатып аласыздар. Ең бірінші ол долларға айырбастайсыздар. Содан кейін барып бұл баға белгілемеден өтесіз. Содан кейін барып тикерді жазасыз. Өзіңізге керек, мысалы, сіз Apple алғыңыз келіп жатса, Apple деп жазасыз. Сосын сол компанияның акциясына кіресіз, саудалау дегенді басасыз. Осы жерде санын көрсетесіз. Қазір менде бұған жететін қаражат жоқ. Сол үшін мен сатып ала алмаймын.
Осылай барлығы оңай іске асады. Ең басты ұмытпау керек әрекет, яғни біз шетелдік компаниялардың акциясын дүйсенбі мен жұма аралығында 19:30-дан кейін ғана ала аламыз, түнгі 2 аралығында. Яғни 19:30 бен түнгі 2 аралығында ғана шетелдік компаниялардың акциясын сатып ала аласыздар. Міне осылай шетелдік компанияларды сатып алу оп-оңай. Осы нұсқаулық бойынша әрқашан қайталап істеп жүріңіздер.